Достар, мына табиғат толқыны жағаны соққан көлдегі тамаша самал жел жаныңды жадыратады екен. Қандай керемет. Маған да ұнады. Қалада қапырық ауада қысылбақ жүрген екенбіз. Балқаш көлін самалын айтсаңдаршы. Сұлу дала менің сүйген еркемсің. Жаным сенен жаратылған өлкемсің. Қандай жақсы адам болып туғаным. О туған жер тамашасын көркемсің. Табиғат адам баласын дүниеге келтіріп, бар махаббат мейірімін, күн шуағын жүрегіне ұялатқан аяулы анамыздай ғой. Осындай да керемет көрініске қарап тұрып, шабыттанып өлең оқыған келеді екен. Оқиық, албаста. Көрдім Балқаш таң атқанда арайын, шығыс жақтан көтеріліп алтын күн. Қызық екен көл шетінің ақтаңы, күннің көлге күміс шашу шашқаны. Таң қалдырды ақ сәулеге жан бітіп, ақ шабақты қуып бара жатқаны. Айдың шалғар көрінгенде арайбақ қондақулар жан жағына қарайлап. Біздің өңір бабалар көзінің қарашығындай сақтап, тау-тасын табиғатын қорғап келген қасиетті өлке. Жақсылықтың жаршысы деп құстарды атпауды, бақыттың бастамасы деп ұяны бұзбауды, киесі бар деп жануарларды ұрмауды дәріптеп өсірген. Бабаларымыздың үлгі өнегесін біздер де жалғастыруымыз керек. Балқашта ақшам су беті жарық, үрейді меңзеп шошиды балық. Көмектесіңдер, көмектесіңдер. Бұл кімнің дауысы? Бізден көмек сұрай ма? Көмектесіңдерші. Мұнда келіңдер, балық торға түсіп қалыпты. Кім сені мұндай халге жеткізген? Мені бұған жеткізген қаскөй адамдар. Мамырда уылдырық шашып жатқан, шілдеде балықтарын шөпілдеткен, қапыда торға түскен ақ балығым, қай жазын өз екен, дәті жеткен. Бұл кім? Қайдан шыққан дауыс? Бұл кім тағы деймісін? Мен барлық су тіршілігінің бауырма басқан қарт балқаш боламын. Құдіреті күшті тәңірімнің қалауымен, адам деп ерекше ат беріп, бар жанлардың ішінде ақылсынан ақылды ғып жаратқан жасағандарын қарамайсыңдар ма? Қиналдың ау ақ балығым. Аман басың балқашым балым, жүрсің ғой жәннат мен үшін мекендеткен балығым. Даусыңды естіп тасыдым, көзіңнің жасын көл қылып, мен үшін мұнша жасыдың. Ұрпағың тоса амал не, бауырыңды былғап сеніңде жасап жатыр ғой былығын. Там болдым ақ балығым талғамына, қарамай торға түсіп қалғанына, шүкір еттен халым онша бола тұра. Құдайдың қаһарынан қорыққан жан, сөзімнің ой жүгіртсе қалғанына. Ау адамдар, естіңдер ме, құлақ салыңдар, көлімнің айналасын қоқысқа толтырып, балығымды торға қалай ғана қамадыңдар. Балқашым, кешірші бізді. Суыңды ластап, табиғатқа зиян келтіретіндер үшін біздер де ұяламыз. Кешірім сұраймыз. Мен осы кезге дейін бар мейірімді төгіп, қойнауымда барымды беріп келемін. Бірақ мені аялап, менің мұнымды тыңдар жан бар ма екен? Балқашым, біз табиғат қорғаушысы жас экологтармыз. Нақ балықты бізге тапсырыңыз. Біз емдеп жазамыз. Жарайды балаларым. Жайын көріп, жануардың жай таппастан келемін. Жер ананың көз жасына зар мұңымды төгемін. Одан көріп, ақыры бұдан көріп, таласқаннан не таппақ қылын керіп. Көрем десең көлге бар, далаға бар. Жердің де бір уәші бағаланар. Жоғалтқанды жоқтаған жөн болған мен, жоғалтпаған жақсырақ одан көрі. О адамдар, санамызды оятайық. Қызыл кітапқа енген көліміздің балығы азайып барады. Келеді кез күрделі біздің бұл кез. Жаутаңдайды адамға түзде мың кез. Қызыл кітап опат болып кеткен аңның бастарына қойылған қызыл күмбез. Қашқан кезде адамнан ізін қандап, тау ішкісі өтеді құзыңдаңдап. Қызыл кітап тірі жан тимесін деп хайуанатқа берілген қызыл мандат. Адамдар, тау мен тасымызды, аспан мен ауамызды ластамайық. Қызыл кітаптың да парақтары қалыңдап, көлімізден балығымызды шошытып алмайық. О адамдар, барымызды бағалауға, еліміздің табиғатын көз қарашығындай сақтауға шақырамыз. Табиғат берген балқашымызды бағалап таза сақтайық.